Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде 11-ші сабақ. Бұл сабақта біз ауданның жаңа өлшем бірліктері ар және гектар жөнінде білетін боламыз. Ұзындық және аудан өлшем бірліктері туралы біз алдыңғы сыныптан оқып үйренген болатынбыз. Яғни біз оны білеміз. Енді осы өлшем бірліктердің ара қатынасын еске түсірейік. Мына жерде барлығы берілген. 1 см квадратта 100 мм квадрат бар. 1 дециметр квадратымыз 100 см квадрат, 1 метр квадратымыз 100 дециметр квадратқа тең. Ал енді дециметр мен миллиметрдің арасында қатынас қандай? 1 дециметр квадратымыз 10.000 мм квадратқа тең екен. 1 метр квадратымыз 10.000 сантиметр квадратқа тең. Ал 1 километр квадратымыз 1.000.000 метр квадратқа тең. Осы қарым-қатынасты Осы ара қатынасты біз әрдайым ауданды өлшеген кезде есте сақтауымыз керек. Мына шаршының бір қабырғасын 1 сантиметр деп алатын болсақ, онда оның ауданын табу үшін осы 1 сантиметрді 1 сантиметрге көбейтуіміз керек. Сонда бізде 1 сантиметр квадрат шықты. Енді осыны миллиметрмен есептейік. Мына қабырғаны біз миллиметрмен есептесек, ол 10 миллиметр болады. Енді оны аудан есептеу үшін 10 миллиметрді 10 миллиметрге көбейтеміз. Сонда бізде 100 миллиметр квадрат шығады. Демек, 1 сантиметр квадратымыз біздің 100 миллиметр квадратқа тең екен. Ауданның өлшем бірліктерінің бірі ол ар. Ар дегеніміз ұзындығы 10 метр болатын шаршының ауданына тең. Яғни біздің мына шаршымыздың бір қабырғасы 10 метр болса, 10-ды 10-ға көбейтсек, 1 ар шығады. Сонда 1 ар дегеніміз біздің 10 метр мен 10 метрдің көбейтіндісінен шығады. Яғни ол 100 метр квадратқа тең. 1 арымыз 100 метр квадратқа тең. Тағы бір ауданның өлшем бірлігі бар, ол гектар деп аталады. Гектар дегеніміз, ол да гектарды жер телімін өлшеу үшін пайдаланамыз. Яғни шаршы тәріздес жердің бір қабырғасы 100 метр болған жағдайда оның ауданы қандай болады? Мына қабырғасы мен мына қабырғасын көбейтеміз, сонда гектар шығады. Яғни гектар дегеніміз 100 метр мен 100 метрдің көбейтіндісі 10.000 метр квадратқа тең. Үшінші тапсырмада аудан бірліктері берілген, оларды салыстыру керек. Бұларды салыстырмас бұрын әуелі ірі бірліктерді ұсақ бірліктерге алмастырып алуымыз қажет. Осы екі өлшемді салыстыру үшін біз метр квадратты сантиметр квадратқа айналдыруымыз керек. 1 метр квадратта 10.000 сантиметр квадрат бар екен белгілі, ал 5 метр квадратта 50.000 сантиметр квадратқа тең болады. Мына жағымыз 50.000 сантиметр квадрат, мына жағымыз 50 сантиметр квадрат. Әрине, мына жақ үлкен. 5 дециметр квадратты сантиметр квадратқа айналғанда 500 сантиметр квадрат шығады. Өйткені 1 дециметр квадратымыз 100 сантиметр квадратқа тең. Сонда 500 дециметр квадратымыз 505 сантиметр квадратымыз 505 сантиметр квадраттан кіші. Гектарды метр квадратпен алмастырамыз. 1 гектарда 10.000 метр квадрат болса, 5 гектарымыз 50.000 метр квадратқа тең болады. Мына жағымыз 10.000 метр квадрат. Әрине, біздің 5 гектарымыз үлкен. Мына жерде 10 метр квадратты сантиметр квадратқа айналдырамыз. Сонда бізде 100.000 сантиметр квадрат шықты. Ал мына жағымыз 50.000-да 50 сантиметр квадрат. Әрине, 10 метр квадратымыз біздің артық. 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат болса, 6 метр квадратымыз 600 дециметр квадратқа тең болды. Сонда біздің осы 6 метр жағымыз көп. Өйткені мына жақта 60 дециметр квадрат. Гектарды метр квадратқа айналдырсақ, 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар екені белгілі. 5 гектарда
50.000 метр квадрат шығады. Мына жағда 50.000 метр квадрат, демек екі жағы тең. 5 гектармен 50.000 метр квадрат тең. Төртінші тапсырмада есептеу алгоритмін құрып, сосын барып есептеуіміз керек. Ірі өлшемдерді ұсақ өлшемдерге айналдырып аламыз. Одан кейін амалды орындаймыз. Ең соңында ұсақ өлшемдерді ірі бірліктерге ауыстырамыз. Енді осы алгоритм бойынша мына есептеуді шығарып көрейік. Демек, іріні ұсаққа айналдырамыз. 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар еді, 2 гектарда 20.000 метр квадрат шығады. Одан 2.000 метр квадратты азайтамыз. Сонда бізде 18.000 метр квадрат шықты. Енді осы шыққан нәтиженің гектарға жететінін қай жерде? 10.000 метр квадрат ол гектарға жетеді. Ал ар жағындағы 8.000 10.000-ға жетпегендіктен оны метр квадрат күйінше қалдырамыз. Сонда енді осы шыққан нәтижені ұсағырақ бірлікке ауыстырамыз деген сол. 1 гектар, 10.000 метр квадратымыз 1 гектар, ар жағындағы 8.000 метр квадрат күйінше қалады. Тура осындай алгоритмді пайдаланып, басқа амалдарды да орындауға болады. Ал енді осы жердегі әсіресе мынау азайту кезінде міндетті түрде кіші ұсағы рет бірлікке айналдыру керек. Содан кейін барып амал орындаймыз. Ал қосу кезінде ол аса қиындық туғыза бермейді. 5-ші тапсырма бөліндінің мәнін табу керек. Бұл жерде бірінші қатарда шамаларды санға бөлу керек екен. Шамаларды санға бөлген кезде сол шаманың өзі шығады. Мысалы 36-ны дециметрді 9-ға бөлген кезде 4 дециметрге тең. Мына жерде 100 килограммға тең, мына жерде 50 сантиметр кубқа тең. Ал енді ә бөлігінде шаманы шамаға бөлген кезде қандай болады? Шаманы шамаға бөлу үшін жоғарыда айтқандай іріні ұсаққа айналдырып аламыз. Содан кейін барып амал орындаймыз. Сөйтіп мәнін табамыз. Мысалы 27 дециметр 9 сантиметрге бөлу үшін дециметр сантиметрге айналдырамыз. Сонда бізде 270 сантиметр шықты. Оны 9 сантиметрге бөлеміз. Сонда бізде 30 сантиметр шығады. Енді осыны дециметрге айналдыруға болады. Ол 3 дециметрге тең. Мына жерде километрді метрге айналдырдық. Енді метрді метрге бөлеміз. Сонда 2 метр шығады. Дециметр кубты сантиметр кубке айналдырып, мынаған ұқсатып. Сонда 1000-ды 100 сантиметр кубқа бөлсек, 10 сантиметр кубқа тең болады. Ал егерде мына жерде көрсетілгендей шамалар бірдей болатын болса, онда оны айналдырудың қажеті жоқ. Бірденен бөлу амалын орындап кете береміз. Мына жерде де арды арға бөлеміз, метр кубты метр кубқа бөле береміз. 6-шы есеп. Саяжай жерінің ұзындығы 25 метр, ені 20 метр. Жердің барлық ауданының жартысына алма отырғызылған. Барлық жердің 4-тен 1 бөлігін алмұрт ағашы алып жатыр. Қалған бөлігіне бұталар отырғызылған. Енді осы мәтінді есеп деп айтуға бола ма? Болмаса неге? Бұл мәтінді есеп деп айтуға болмайды, себебі бұл мәтіннің сұрағы жоқ. Сұрақ болғандықтан нені табатынымызды білмейміз. Есеп болу үшін оны сұрақпен толықтырамыз. Қандай сұрақ қойсақ болады? Бұталар қанша жерге отырғызылған деп сұрақ қойсақ болады. Есептің шартын құрдық. Енді бұталардың қанша аумақты алып жатқанын есептеуіміз керек. Ол үшін біз әуелі осы жердің ауданын білуіміз керек. Ауданды табу үшін не істейміз? Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни 25 метр мен 20 метрді көбейтеміз. Сонда бізде 500 метр квадрат шықты. Бұл аудан. Енді осы ауданның 2-ден 1 бөлігін алма алып жатыр. Соны табуымыз керек. 500 метр квадратты 2-ке бөлеміз. 250 метр квадрат жерге
алма егілген. Енді алмұрт егілген жерді тауып алуымыз керек. Ол үшін осы барлық ауданды 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 125 метр квадрат шықты. Жалпы ауданның мынаншасына алма, мынаншасына алмұрт егілді. Енді қалған жерге бұталар егілген. Оны табу үшін біз осы 500 метр квадраттан мына екеуін алып тастаймыз. Сонда бізде жақшаның ішінен 375 метр квадрат шықты. 500-ден 375 метр квадрат азайса, 125 метр квадрат жер қалды. Міне осы аумаққа бұталар егілген. А бөлігінде фермер шаруашылығында 500 гектар жер бар. 50 гектар жерге бидай егілді. Бидай егілген жерге қарағанда қара құмық егуге 5 есе артық орын бөлінді. Қалған жерге қара бидай егілді. Бұл есепте әзір есеп емес, өйткені оның сұрағы жоқ. Толықтыру үшін қара бидай қанша жерге егілді деген сұрақ қойсақ, есепті шығаруға болады. Қалған жерге қара бидай егілген, соны табуымыз керек. Ол үшін бізде қара бидай егілген, қара құмықтың егілген жері белгісіз, әуелі соны тауып алуымыз керек. Ол мына бидайға қарағанда 5 есе артық болса, онда 50 гектарды 5-ке көбейтеміз. Сонда бізде 250 гектар жерге қара құмық егілді. Енді барлық жерден осы бидай мен қара құмық егілген жерді алып тастаймыз, сонда қалған шығады. 50 гектар жерге бидай егілген, 250 гектар жерге қара құмық егілген. Екеуін қосқанда 300 гектар жер шықты. 500-ден 300 азайтамыз, сонда 200 гектар жерге қара бидай егілген. 9-шы тапсырма. Балалар жылқыларды суғаруға айдап келді. Егер барлығы 26 бас пен 82 аяқ санаған болса, қанша бала және қанша жылқы болған? Астында жауаптар берілген. Осы жауаптардың қайсысы дұрыс? Соны дәлелдеп шығамыз. Есепті шығару үшін балада 2 аяқ, жылқыда 4 аяқ бар екенін ескереміз. Сөйтеміз да, мына жерде берілген баланы, жылқыны сол аяқтың санына көбейтіп дәлелдеп шығамыз. Мысалы, 13 баланда 2 аяқтан болғанда 26 аяқ шығады. 13 жылқыда 4 аяқтан болғанда 52 аяқ шығады. 26 мен 52-ні қосқанда 78 шығады. Демек, бұл нұсқа бізге сай келмейді. 11 бала әрқайсында 2 аяқтан болғанда бұда 22 аяқ шығады. 15 жылқыда әрқайсында 4 аяқтан болғанда 60 аяқ шығады. 22 мен 60-ты қоссақ 82 аяқ шықты. Демек, осы нұсқа дұрыс екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Барлық есептердің шығару жолын түсіндіруге тырыстым. Ал енді ішінде арасында қалып кеткен есептер болса, олардың қалай шығу жолдарына ұқсас есептерді мен жоғарыда түсіндірдім. Соларға қарап, сол жолмен шығаруға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.